Бүгін бізде қонақта педагогика психология ғылымдарының магистрі, отбасы және бала тәрбиесі саласының кеңесшісі, бірнеше кітаптың авторы, сонымен қатар балаңызды гаджеттен қорғаңыз кітабының авторы біздің ағамыз Қазим Мұстафимұлы. Қош келдіңіз, аға. Қош болдық. Сізді біздің студиямызда көргенімізге қуаныштымыз. Бүгін енді кішкене өзіңіз жайлы бір таныстырып кетсеңіз. Мен де сіздердің ақпарат орталықтарыңызға келіп шақырып, осындай жағымды бір кездесу жасағандарыңызға көптен көп рахмет айтам. Есім Қазым, жалпы отбасы, бала тәрбиесі саласында зерттеулермен, кітаптар жазумен айналысамыз. Неге отбасы және бала тәрбиесі саласы деген бір сұрақ келеді. Себебі біздің қоғамның негізгі бірлігі, берекесі ол отбасыдан басталады. Өйткені біздің қазақы құндылықта отан отбасыдан басталады деген үлкен бір құндылық бар. Сол отанның бірлігі үшін біздің отбасы және бала тәрбиесі ол бір болу керек, дұрыс болу керек, тәрбиелі болу керек. Сол үшін сол салада зерттеулер жасап, кеңестер беріп, кітаптар жазамыз. Рахмет көп. Ал енді аға, сұрағымызға көшсек, жалпы осы балаңызды гаджеттен қорғаңыз кітабы, осыны жазуға не түрткі болды өзіңізге? Сонымен қатар жеке басыңыздан өткен бір жағдайлар болды ма? Сол туралы бір кішігірім түсіндіріп кетсеңіз. Балаңызды гаджеттен қорғаңыз кітабы, бұл бір күнде отырып мен бір кітап жазайыншы, бір қоғамға бір кітап берейінші деген бір ойдан келіп шыққан нәрсе емес. Бұл жалпы күнделікті өмірде қазір қай жерде барсаңызда, қай орында, әлеуметтік орында болсын, барлық адамдардың қолында қазір ақылы телефон, гаджеттер, смартфондар. Бұл 7-дегі баладан бастап 70-дегі қарияға дейін қазір біз экранға тәуелді болған бір қоғамда өмір сүреміз. Бірақ бұл экранға тәуелді болудың, экранды қолданудың пайдасы бар ма? Әрине пайдасы өте көп. Жұмыстарымызды тез бітіреді, тез хабарласамыз, тез ақпараттар аламыз. Бірақ кез келген нәрсені дұрыс қолдана алмаса, дұрыс пайдалана алмаса, оның зияны да көп болады. Сол үшін осы экранды дұрыс қолдануды бір қоғамға пайдалы бір жақтан ұсынайық деген бір оймен осы кітап емес, бұл басында осы тақырыпты зерттеу қолға алынды. Бірақ бұл қайдан шықты, басыңыздан бір өткен оқиға бар ма деген кезде, мынау дамыған мемлекеттерде өте көп күтпеген оқиғалар бар. Балалардың осы экранға тәуелділіктің әсерінен ата-анасына қол жұмсаған, отбасы мүшелеріне қол жұмсаған, өз-өзіне қол жұмсаған оқиғалар өте көбейген. Бұл жай біздің Қазақстанда да компьютерлік ойындарға тәуелділіктің себебінен өте көп балалар буллингтерге ұшырайды, өте көп балалар сабақтарына кері әсер жасайды, отбасы мүшелерімен қарым-қатынасына кері әсер жасайды. Сол себептен осындай оқиғаларды өте көп көргеннен кейін, әсіресе мектептің мұғалімдерінен, балабақшалардың тәрбиешілерінен, ата-аналардан келген өте көп ұсыныстардан кейін осы тақырыпты зерттеуді қолға алып, зерттеп кеп, ақыры соңында бұл бір кітапқа айналды. Рахмет көп. Жалпы кітаптың атауы балаңызды гаджеттен қорғаңыз. Не үшін осы атауды таңдадыңыз? Негізі басында біз кітаптың атын балаңызды телефоннан қорғаңыз деген атпен бастағанбыз. Бірақ белгілі бір уақыт зерттеп өте көп мемлекеттердің ақпараттарын, бұл туралы жазылған кітаптарды, бұл туралы зерттелген мақалаларды зерттеп келе біз гаджет деген сөзді қолдандық. Өйткені ол жерде телефон деген кезде біз бірақ техникамен шектеліп қаламыз. Ал оның сыртында балаларды тәуелді ететін теледидар бар. Қазір смарт теледидар деген нәрселер бар. 24 сағат 365 күн интернетке қосылып тұрады. Планшеттер бар, балалардың ойындар ойнайтын. Компьютерлары бар, ата-аналарының ноутбуктары бар. Жоғарғы класстардың бөлмелерінде компьютерлар тұрады. Қосымша PlayStation деген ойнайтын мәселелері бар.
Бұған смартфонды қосыңыз, осының барлығын жинаған кезде бұның барлығы бір экранға тәуелділік деген бір мағына кеп шығады. Бірақ балаңызды экраннан қорғаңыз дегеннен гөрі гаджеттен қорғаңыз деген біраз адамдарға сәл заман талабы жағынан болсын, біраз адамдарға ұғым жағынан болсын өте түсінікті болады. Сол үшін біз балаңызды гаджеттен қорғаңыз дедік. Енді қараған кезде бұл көп санды ата-аналар балаңызды гаджеттен қорғаңыз деген кезде бірден алып, осы баламды қорғайтын қандай бір маған тез-тез шешім жолы бар ма екен деп ойлайды да негізі. Бірақ кітапты толық оқып шыққан адам үшін ондай бірден шешім жолы емес, әлдеқайда ата-ананы сауаттандыру жағынан бірінші нәрсе. Екінші бір көп адамдардан осы кітаптың атын естіген кезде балаңызды гаджеттен қорғаңыз деген кезде көбісі ойлайды, мен баламда гаджеттен қорғайтында ешқандай бір проблема жоқ, бір мәселе жоқ деп ойлайды да. Бірақ жай баласының сол экранның ішіне тәуелді болып бара жатқан, ойындарға тәуелді болып бара жатқан, пайдасы жоқ ақпараттарға тәуелді болып бара жатқан, сол арқылы ұйқысына, физиологиясына зияндар болып жатқанын көбісі түсіне бермейді. Сондықтан біз кішкене мағынасын ашсын деп, балаңызды гаджеттен қорғаңыз деп ат қойдық. Қазіргі ата-аналар туралы айтып кеттіңіз. Қазіргі ата-аналардың цифрлық сауаттылығы жайлы не айтасыз? Сол туралы не ойлайсыз? Бұрын бізде осы смартфондар пайда болғанға дейін цифрлық сауаттылық деген көбінде біздің алдымыздағы ноутбукты немесе компьютерді қалай дұрыс қолдана білу еді. Цифрлық сауаттылық сондай еді. Немесе қосымша цифрлық сауаттылық ол өзіңіздің компьютердің ішіндегі ақпараттарды вирустардан қалай сақтау, ақпараттарыңызды жоғалтпай, кез келген құрылғыларға қалай сақтау, қалай дұрыс ақпаратты қолдана білу. Немесе осы компьютерлардың ішіндегі кез келген программаны қалай дұрыс қолдана білу, бұл цифрлық сауаттылық болып саналған. Бірақ соңғы 5-7 жылдың ішінде бұл ұғым барған сайын кеңейді. Цифрлық сауаттылықтың ішіне енді дұрыс ақпараттарды қолдана білу. Немесе ақпараттардың жалғанын тастап шынын алу, қауызын тастап дәнін алу. Қазақша айтқанда. Өйткені ақпаратты беріп жатқан адамдар өте көп. Дұрыс ақпарат бар, бұрыс ақпарат бар. Осы ақпараттарды сараптай ала алмау, бұл да цифрлық сауаттылыққа кіреді. Немесе сол алдыңызда тұрған кез келген экранды, ол ноутбук болсын, ол компьютер болсын, ол теледидар болсын, ол сіздің смартфоныңыз болсын, соны дұрыс уақытымен өлшемді қолдана алу немесе қолдана алмау, бұл да цифрлық сауаттылыққа кіретін нәрсе. Немесе балаңызды қай жастан бастап күніне немесе аптасына немесе айына қанша сағат экран көрсету керек. Көрсеткен кезде деңгейіне сай қандай ақпараттарды көрсету керек, бұл да цифрлық сауаттылыққа кіреді. Сосын мысалы қосымша екінші жақтан қай уақыттарда қолдану керек. Мысалы бұның азанда қолдану керек пе, түсте ме, кеште ме, ұйықтар алдында қай уақытта деген, осының барлығы жалпы цифрлық сауаттылыққа кіреді. Өте үлкен бір ұғым бұл цифрлық сауаттылық деген. Үшінші бір жағы цифрлық сауаттылықтың бұл кибер безопасность деп жатыр ғой қазір. Ақпараттардың қауіпсіздігі, сіздің отбасы мүшелеріңіздің, бала-шағаңыздың, жақындарыңыздың ақпараттарының барлығы қазір біз смартфондардың ішінде сақталады. Бүкіл құжаттарымыз, бүкіл суреттеріміз, бүкіл ақпараттарымыз. Бұл қаншалықты басқа үшінші, бір төртінші адамдардың қолына өтпеу мәселесі. Бұны қалай сақтап жүрміз, қалай қорғанып жүрміз? Қаржы пирамидаларынан қалай қорғанамыз? Түрлі жаңағы экономикалық жақтан атака жасайтын алдам көстерден қалай қолданамыз? Бұның барлығы цифрлық сауаттылықты қажет ететін бір нәрсе. Рахмет. Жалпы ақпараттық иммунитет деген сөз сіздің кітабыңыздан алынған сөз. Деген ерекше ұғымды қолданасыз өзіңіз. Осы ақпараттық иммунитет дегенді өзіңіз қолданасыз. Осы ұғымды бала тәрбиесімен бірге қалай дамытуға болады?
Ақпараттық иммунитет енді бізде мысалы кез келген бір нәрседен қорғану үшін ол ұрылардан қорғану болсын, алдам-көстерден қорғану болсын, басқа кез келген бір аурудан да қорғану үшін әр адамның өзінің денесінде соған қарсы иммунитеттік бір күш болу керек. Үнемі үшінші бір адам, екінші бір адам, төртінші бір адам қорғай алмайды адам. Мысалы біз аурудан үнемі қашып жүре алмаймыз. Ауруға қарсы иммунитет болу керек. Мысалы коронавирустан да біз қалай құтылдық, иммунитет қалыптастырып барып құтылдық. Тура сол сияқты жалпы ақпараттық кеңістікте қазір өте көп негатив, пайдасыз ресурстар көбейіп кетті. Баланың жасына, жынысына, құндылығына, физиологиясына сай келмейтін өте көп ақпараттар бар. Бұл бала ғана емес, бұл ата-анаға да, бұл педагогтарға да, бұл кез келген бір адамға қатысты. Әсіресе әлеуметтік желі адамды, сіз әлеуметтік желіде бір ақпаратты 3-5 секунд қарасаңыз, келесі сіздің 10-15 көретін аккаунттарыңыздың, ақпараттарыңыздың барлығы сол мазмұнда келеді. Демек, сізде егер иммунитет қабілет болмайтын болса, сіз сол алгоритмнің құшағында кетесіз. Сол сізді алып кетеді. Сөйтіп сіз күнделікті бір мазмұнда ақпаратты қарап, бір айдан кейін, 2 айдан кейін оппозиционер болып кетуіңіз мүмкін. Немесе кешіріңіз психологиялық стреске түсуіңіз мүмкін. Позитив емес ақпараттарды қарап. Сол үшін қай ақпарат дұрыс, қай ақпарат бұрыс, қайсы бізге пайдалы, қайсы бізге пайдасыз дегенді алатын деңгейде адамның өзінде бір ақпараттық ресурстарды талдап, сараптай алатын иммунитет қабілет болу керек. Келейік бұл үлкендерге арналған. Енді балада осыны қалай қалыптастырамыз деген кезде, баланың, ол кішкентай баланың абстрактты ойлау қабілеті жетілмеген. Ненің ақ, ненің қара, ненің бұрыс, ненің дұрыс екенін бала ойлап жете алмайды, өйткені ол бала. Бүкіл нәрсені қабылдау керек. Бала қай нәрсені көрсе солай қабылдайды, қай нәрсені естісе солай қабылдайды. Сондықтан мысалы бір Бэтменді көрген бала ойлауы мүмкін, мен ғимараттардың үстінен беліме шалғыш байлап секіре берсем, мен ұша береді екем деген сияқты. Қаншама бала бар осылай өзінің өмірін қиған. Бірінші ата-ана өзіне иммунитеттік бір сауаттылық қалыптастыру керек, сосын оны баласына үйрету керек. Қалай үйретеді баласына? Баласына кішкентай күннен бастап нені көруге болады, нені көрмеу керек, қай нәрсе бізге пайдалы, қай нәрсе бізге пайдасыз. Сосын мысалы ақпарат беттерінде, әлеуметтік желілерде болсын, немесе компьютерлік ойындарда болсын, адамдар ақпараттарымызды қалай аулайды, біздің ұрлайды, немесе бізге қалай буллингтер, ақпараттық атакалар жасайды. Осының жолдарын балаларына кішкентай күннен үйрету керек. Мысалы, отбасылық ақпараттарды балаларға интернетке емін-еркін рұқсатсыз жүктемеуді үйретуіміз керек. Басында бала білмейді, түрлі ақпараттар жүктей береді. Күнделікті қолданатын телефон нөмірімен үйінің адресі, мектебінің адресі, мекен-жайы, ата-анасының телефон нөмірлері, ата-анасының жұмыс орны, тіпті ата-анасының банк карттарының нөмірлерінің құпия цифрларын да кіргізуі мүмкін бала. Егер ақпараттық сауаттылығы болмаса, иммунитеттік қуаты болмаса баланың. Сондықтан кішкентай күннен бастап балаға ақпарат бетін сауатты қолдануды дұрыс үйретуіміз керек. Кішкентай күннен бастап балаға үйрету керек деп жатсыз өзіңіз. Осындай бір кейстер болды ма? Егер өзіңіз кішкентай бала болса, өзіңіздің балаңыз болса, сіз қалай үйретер едіңіз? Жалпы осы қазіргі ата-аналарға қандай кеңес берер едіңіз? Осы мен кішкентай кезден бастап осыны көрсету керек, осылай үйрету керек деген секілді. Бұл енді айтып жатқан нәрселердің барлығы біздің өзіміздің отбасы практикамыздан өткеннен кейін айтылып жатқан бір нәрсе. Себебі балаға ұсынатын нәрсе өте қарапайым. Ата-аналарға балаларын қалай экранға тәуелділіктен сақтау үшін өте қарапайым. Соған сондай бір деңгейде қиналып бас қатырудың керегі жоқ. Әрбір баланың өзінің жас ерекшелігіне қарай қарайтын экран уақыты бар.
Жалпы бұл әлемнің көптеген ғалымдарының зерттеп жеткен бір жетістігі бұл. Осы қарапайым бір нәрсені қолдана білсек біз отбасымызда, бұл үлкен бір балаға деген үлкен бір қосқан үлеске айналады. Мысалы, 0 жас пен 2 жастың арасында мүлдем экранға қаратпау керек. Негізі біз мына кітапта бұны 3 жас деп айтқанбыз, 0 мен 3 жас. Неге? Өйткені біз Қазақстан балалар контенті жағынан ең аз деп қарайық. Әлемде үлкен мемлекеттермен салыстырған кезде балалар контенті біздің ана тілімізде аз. Мен мүлдем жоқ деп айта алмаймын, аз. Сол үшін бізде балалардың тілдері басқа тілде шығатын жағдайлар көбейіп кеткен. Өйткені кішкентай күнінен басқа тілде контентті өте көп қарайды бала. Бұл бірінші мәселе. Екінші бір жағы бар. Егер 0 жас пен 3 жастағы бала үнемі экранның алдында қозғалмай отыратын болса, әрекет жоқ болса, қарым-қатынас жоқ болса, ата-анамен байланыс болмаса, айналасындағы орталармен қарым-қатынас болмаса, қозғалмаса, баланың миы, денесінің өсіп жетілу процесі тоқтауы мүмкін. Сол үшін ЗПР, ЗРР деген сияқты аурулардың белгілері басталады балада. Бала қашан толыққанды өзімен жүре алатын, сөйлей алатын, сөйлемдерді құрастыра алатын, түрлі сөздерді өзінің деңгейінде сөйлемнің арасында қолдана алатын бір деңгейге жеткенде ана тіліне, сол кезде жай экран қаратуға болады. Келейік, 6 жастағы балаға дейін, 3 пен 6 жас арасында күніне 40 минут деп айтады. Кез келген, ол да ата-анасының қадағалауымен болу керек. Сосын 9 жасқа дейін балаға күніне 1 сағат, 9 бен 12 жастың арасында күніне 2 сағат. Бұл мектеп жасындағы балалар болса үй тапсырмасынан тыс. Бала бір ойындар ойнасын, бала бір белгілі бір деңгейде өзінің көргісі келген ақпараттарды көрсін. Бірақ ата-анасы не көріп жатқанын, не ойнап жатқанын қарап отыру керек. Сосын бір тағы ұсынатын нәрсе, ол ата-аналар балаларына қай жаста телефон алып беретінін жақсы білу керек. Біздің ең үлкен ата-аналардың жіберетін кемшіліктерінің біреуі осы. Өте жас кезінен ақылды телефон береді балаға. Біздің ұсыныс 4-ші сыныпқа дейін мүмкін болса балалар ол кнопкалы телефондар ұстаса, балаға өте пайдалы. Ол 10 жас, 11 жасқа дейін. Одан кейін ақылды телефон қолдана алады бала. Өйткені біраз ненің дұрыс екенін қалыптастырып жатыр деген сөз. Бірақ оған да ата-анасы көмекші болу керек. Сосын үшінші бір ұсынатын нәрсеміз бұл жалпы ата-ана контролы деген программа бар. Детский контроль деп айтады көбісі. Көп ата-аналар қолданады бұны. Бұның өте көп түрлері бар. Біз кітапта осының 10 түрлі ең жақсы танылған әлемдегі мықты программалар таныстыруға тырыстық. Әр қайсының ішінде қалай қолдануға болады, қандай мазмұны бар деген сияқты. Бұл программалардың бір пайдасы не? Баланың қай ойынды қанша сағат ойнауға болады, қашан, қайда жүргенін көріп отыруға болады, қай ақпаратқа кіріп жатқанын көріп отыруға болады, кейбір ақпаратқа рұқсатсыз кіріп жатса өшіре алады, телефонды да өшіріп тастай алады, кейбір ақпаратты қосып бере алады, азанда кеткенде әр түрлі программаға лимит те қоя алады. Бірақ бұл ұсынысымызды біз тек 12 жасқа дейінгі балаларға ғана ұсынамыз. 12 жастан кейінгі бала ол тұлға. Ол ата-анасымен сөйлеседі, ата-анасы ненің дұрыс екенін үйрету керек. Сондықтан осындай өте көп ақпарат көздері бар, методикалар. Соларды жақсылап қолданса пайдасы болады. Жалпы мектептер мен мұғалімдер балалардың интернетті қолдануына қаншалықты әсер етеді деп ойлайсыз? Осы мектептегі мұғалімдерді. Енді жалпы әлемде көптеген қазір техника, технология, жасанды интеллект дейміз дамып жатыр ғой. Бірақ бұның барлығы бұл бір қосалқы себептер. Негізгі балаға әсер ететін мұғалімдер болсын, тәрбиешілері болсын, педагогтар болсын, балаға ең қатты әсер ететін ол
ұстаз бен баланың арасындағы шынайы қарым-қатынас. Қаншалықты шынайы қарым-қатынас жасайтын болса, ол бала мен ұстаздың арасында соншалықты білім алмасу терең жүреді деген. Көптеген ғалымдардың дәлелі бұл. Біз бұл ақылды телефондарды, гаджеттерді білім берудің саласында тек қана шешуші бір рөл ретінде көрмеу керекпіз. Ол тек қана сол бала мен ұстаздың арасындағы кейбір мәселелерді, қолжетімсіз мәселелерді шешетін бір инструмент ретінде ғана рөл ойнау керек. Негізгі орынға ол шығып кетпеу керек. Егер екеуінің арасында, мысалы үшін, кейбір ақпараттар тез бөлісуге, кейбір ақпараттарды ақпарат көзінен тез алып, оны бірге талқылауға көмектеседі. Немесе кейбір мәселелерді сырттан бәлкім бір ақпараттар жинап кеп, оқушы ұстазымен бірге отырып, сол ақпараттарды белгілі бір медиа, белгілі бір ақпарат көзіне қайтадан сараптап, жасап шығуға қолданатын бір инструмент ретінде болады. Бірақ екеуі де тек қана осының ішінде бір-біріне жазып, бір-бірімен қадағалап, тек осы гаджеттің ішінде болатын болса, ол кезде қарым-қатынас жайлап бала мен ұстаздың арасында алыстайды. Ол тек ұстаз бен баланың, оқушының арасындағы емес, ата-аналар мен балалардың арасындағы ең үлкен проблема қазір осы гаджетке тәуелділік. Яғни отбасылардың өзі бір-бірімен осы тек қана смартфондар арқылы қарым-қатынас жасайды, әлеуметтік желілер арқылы. Сол үшін қазір айтып жүр ғой, енді жақынды алыстататын, алысты жақындататын осы ақылды телефон деп. Үлкен адамдар күнделікті қанша рет экран алдында отыру керек, экран көру керек, және кішкентай балалар да дәл сол сияқты экранның алдында неше сағат, неше уақыт отыру керек. Жалпы біз енді балаларға қатысты жаңа басында айтып кеттік, сұрағыңызға байланысты. Әр жаста, мысалы 0 мен 12 жасқа дейін, үлкендерге қатысты 3 неге бөледі үлкендердің экранға тәуелділігі уақытын. Жалпы үлкендердің экранға тәуелділігі номофобия деген ауру бұл. Балаларда экранға тәуелділікті цифрлық аутизм дейді, ал үлкендерде номофобия дейді. Номофобияның белгілері қандай? Телефонсыз қалған кезде өзін жайсыз сезіну, қалыпсыз сезіну, ашу шақыру, өз-өзін ұстай алмау, қолындағы ақылды телефонның энергиясы бітсе, жаңағы шарж бітіп жатса, бірден сол қуаттаудың көздерін іздеу, үнемі қуат көзін тасып жүру, пауэрбанк дейміз ғой біз қазір. Үнемі жылдам интернет көзін іздеп жүру, Wi-Fi бар ма дейді бір жерге барған кезде мысалы. Қолында телефонын жоқ болса, өзін жайсыз сезінеді, бірдеңе жетіспей тұрғандай сезінеді мысалы. Осындай өте көп белгілері бар. Осының біреуі ол сағаттап өткен уақыттардың қадірін білмеу. Енді жалпы әлемде осыны жаңа 3-ке бөледі дедік. Бір, ол осы Астана, Алматы сияқты үлкен қалаларда халық саны миллионнан асатын, күнделікті қарапайым адамдардың орталама экран қолдану сағаты ол 5,5 сағаттың төңірегінде болса, ол қалыпты болып саналады. Қалыпты. Иә. Ал 6,5-7 сағатқа жақындайтын болса, бұл сары деңгейге өтіп жатыр деген сөз. Жасыл деңгейден сары деңгейге өтіп жатыр. Кішкене нагрузка бар деген сөз. Ал күнделікті 8 сағаттан артық болса, бұл қызыл деңгейге өтті деген сөз. Егер ол адам SMM-мен айналыспайтын болса, егер ол адамның жұмысы тек экранның алдында медиа саласының жұмысшысы болмаса, мысалы сіздер медиа саласының жұмыссызда, сіздердің күнделікті экранда 7-8 сағат жұмсауыңыз қалыпты болып саналады. Қатардағы бір жұмыс несі болып. Қарапайым адамдардың күнделікті 8 сағат экранға жұмсауы ол зиян. Сол үшін өзін-өзі біраз контролға алу керек. Мысалы, салыстырмалы түрде біз Қазақстан әлемде экранды қолдану жағынан орта деңгейдегі мемлекеттердің ішіне кіреміз. Ең жоғарғы деңгейге бұл Оңтүстік Африка кіреді. Күнделікті орталама 9 сағатқа дейін адамдар экран қолданады. Ең төменгі деңгей ол әлемде Жапония.
күніне орталама 1,5 сағаттың төңірегінде экран қолданады. Сондықтан қаншалықты біз аз экран қолдана отырып, көбірек өзімізді шынайы өмірде жасауға тырыссақ, ол біздің денсаулығымызға, ұйқымызға, ойлануымызға, шешім қабылдауымызға, есте сақтауымызға, адамдар мен адамдардың арасында қарым-қатынасқа, отбасы мүшелерімізге көбірек пайдасын тигізеді. Жалпы осы тақырыпта бір кітап немесе жоба жасау ойыңызда бар ма? Енді бүгінге дейін біз бұл балаңызды гаджеттен қорғаңыз деген тақырыпта өте көп семинарлар, тренингтер жасадық. Әсіресе мектептерде мұғалімдерге, ата-аналарға өте көп семинарлар, тренингтер жасадық. Енді бұл жердегі алдағы болашақтағы бір жасағымыз келген нәрсе, бұл әрбір баланың жас ерекшелігіне сай қандай нәрселер жасау керек ата-аналар, қандай нәрселер жасамау керек. Өйткені жас ерекшелігіне сай психология деген нәрсе бар. Осының бір кітабын жазу, қазір соны жазу үстіндеміз. Осының ішіне де осы қай жаста гаджетті беру керек, қанша беру керек, қандай ақпараттар беру керек, қаншалықты бермеу керек, осыны жан-жақты толыққанды талқылап ата-аналарға түсіндірсек деген ойдамыз. Сұхбатыңызға рахмет көп Қазим аға. Сізді көргенімізге тағы да қуаныштымыз. Уақытыңызды бөліп келгеніңізге көп алғысымызды білдіреміз. Келесі кездескенше құрметті көрермендер, сау, саламатта болыңыздар.